Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге корждары оқтаумен жаюды қажет етпейтін, тез және оңай дайындалатын медовик торттың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 ас қасық балды отқа қойып, жартас қасық ас содасымен көпіршітіп алып, 150 грамм сары май қосамыз. Сары майымыз толық еруі керек. Балды массамыз сойымдегенше біз жұмыртқалы массаны дайындаймыз. 5 жұмыртқаға шым-шым тұз салып және 200 грамм шекер салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз көпіргенше. Массамыздың көлемі ұлғайды. Балды массамызды аз-аздан 2-ге 3-ге бөліп құйып аламыз. Өйткені балды масса ыстық болғандықтан біздің жұмыртқамыз пісіп қалмау керек. Жұмыртқалы массамыз бірден түсіп кетпеу үшін онда да 2 немесе 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Оның міндетті түрде електен өткен ұн болу керек. 5 жұмыртқа қостым, 4 немесе 6 жұмыртқа қосуға да болады. Корждардың саны сол жұмыртқаға байланысты болып шығады. Сонымен біздің массамыз осындай болу керек. Тым қою немесе тым сұйық та болмау керек. Маған 5 жұмыртқаға 380 грамм ұн жеткілікті болды. Енді пергамент қағазды алып, 1 шөміштен 1,5 шөміштен құямыз. Бұл корждардың ерекшелігі де осында, ұнды бетіне сеуіп, сосын қолмен жаятын боламыз. Ұнды көбірек етіп сеуе беріңіздер, ол піскеннен кейін барлығы түсіп қалатын болады. Осылай ұн сеуіп жайғанның арқасында корждарымыз жақсы көтеріліп піседі. Барынша жұқалау етіп жая беріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай қамырмен жұмыс істеу өте оңай. Пешімізді алдын ала 140-150 градуста қыздырып 5-6 минутта пісіріп аламыз. Корждар өте тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар. Міне біздің корждарымыз дайын, өте тамаша жұмсақ корждар болып пісті. Мен тортқа қайнатпалы кремді пайдаландым. Бұл кремнің рецептісі менің алдыңғы видеоларымда бар. Төменге сілтемесін қалдырамын, қажет болса кіріп көрсеңіздер болады. Корждар пропитканы қажет етеді, сондықтан сүтпен, балды сумен, шекерлі сумен немесе сгущенка қосып пропитка жасасаңыздар болады. Әрі қарай видеодағыдай кремін салып, корждарды кезек-кезек жинайтын боламыз. Торттың коржы да, кремі де өте тамаша, нағыз домашний торт. Жалпы менде 6 корж шықты, кремі жан-жағына да, ішіне де өте тамаша жетті. Крем өте тамаша, стойкий. Бұны қайнатқанда мен апельсин цедрасын қосып қайнаттым. Дәмі өте керемет болып шығады. Кремді толық жан-жағына да жағып, корждың шетіндегі қалдықтарын ұнтақтап, ұнтақты айналдыра жабыстырып, бетіне глазур қойдым. Қалаған фантазияларыңызбен әрлей берсеңіздер болады. 2 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін мен кесіп жатырмын. Торт сондай нәзік, жұмсақ. 2 сағаттың өзінде кремдеріміз өте жақсы сіңіп үлгерген. Өйткені біздің корждарымыздың өзі сондай жұмсақ, әдемі болып піседі. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруді ұсынамын, өйткені тез әрі оңай дайындалады, көп уақытыңызды алмайды. Рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алла бұйыртса, тез және оңай дайындалатын рецепттермен алда бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, менің жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.